Барлық әлем, нуна кунан сәлем, достар, бүгін біз тағы да менің ескі видеоларымды қараймыз. Олар көп олар, достар, ескі видеолар көп. Әлі талай қараймыз, реакциялап. Арзан телефоннан мықты видео түсіруге бола ма дейді. Кәм годный видео түсіруге болатынын көрсетем. Давай, көрсетем. Сразу камераны қосып, сразу басында мен Қытай жағынан телефоннан бастадым. Ешқашанда осы түсірмей ақ қойыңдар енді. Барлықтарыңа сәлем, достар, бұл жаңа контент от Хуангали. Достар, мен мына жерде нағып тұрмын. Өйткені осы жер әп-әдемі, қараңдаршы. Окружение вообще. Все нормально. И сіздер сұрақ қоя тұрасыз. Менде камера жоқ. Көрсеткен де жоқ, окружениені. Мен видеоблогер болғым келіп тұр, бірақ вообще камера жоқ, Samsung-да жоқ, iPhone да жоқ. Ё-моё, даже менде iPhone бар. iPhone-мен қалай видео түсіруге болатынын көрсетем бүгін. Менің қолымда қазір Nokia 2.0 версия. И соның көмегімен мен қазір соның камерасымен ешқандай прибор алмай, кәм годный видео түсіруге болатынын көрсетем. Егер осы видео сендер қызық болып жатса, қызық болу керек, өйткені бір мынандай соткаден біздің Сотка кайф ет кезінде бар ғой, ема өз уақытында кайф ет осы соткамен. Осы сотка менің ойын ойнайтын едім, көп нәрсе ойнайтын едім бар ғой. Мықты качественный видео түсіруге жатыр. Качественный емес енді, бірақ әйтеуір бір какой-то бір видео. Биран, түсінген шығарсың мен не айтамын? Конечно. Нет. Бля, Ержан дауысы қарашы, ема. Олай, осы сотканы біз неше теңгеге алдық жалпы? 2000 теңгеге. Қазір сендерге қалай алғанымызды көрсетеміз. Уже осы кезден бастап инвестиция кетіп отыр ғой, короче, видеоларға. Салам алейкум всем. Входящий, бесходящий, мимо проходящий, просто смотреть. Достар, біз қазір келдік и Қайда келдік? Сатып алып жатыр. Осы видео лайк басыңдар, өйткені біз сендер үшін тырысып жатырмық. И қазір сендер үшін менің қалтамнан ақша кетеді. Мен ғана хабарласқам алып. Сол Nokia-ларымызды тексеруге бола ма? Барлығы да істей ма? Қайсысын алайық? Видео түсіруге. Қайсы ең арзаны? Видео түсіруге просто. Қайсы ең арзан? Еба! Тату ақша жоқ болғанда қайсы ең арзан деймін. Жоқ, эксперимент жасап отырмық қой біз. Видео түсіріп. Оны нағып айтып отырсың сен? Простой телефоннан қалай мықты видео түсіруге болады деген. Оны нағып айтып отырсың, нағып керек ол продавецке. Сол камерасы істейтін бір телефон керек. GoPro. Міне достар. Еба, кайф не. Қаншытенген? И так более строки да. Аймыштармен жіктір сана, сатуаймыз. Нешінге? 2000-ге аламын. 2000-ға? Окей. Құтыл тұрған? Бірақ күтеміз ба? Зарядсыз жетпей алған болды осы. Онда барып донер жеп қайтайық. Донер жеп қайтайық. Донер Макс болды мына жерде. Сол жақтан жеп алғанбыз ғой. 12 микрон ғой. Чистотча. Донер жейміз, хавай детеміз. Еба, Бержан екеуміз не көрмедік, еба, донер жеп бірге бір неде бір. Даже лавочкада емес, просто бетонға отырмыз ғой. Зарядкада тұр. Енді сатып алғанда сразу зарядты алып тұрмайды ғой. Біз ол кезде бір донер алдық па тек, бір донер алып бөліп алдық қой бүйтіп ортасынан, да? Зарядкада тұр. Қазір донер жеп болғаннан кейін барамыз, аламыз и түсіріп бастаймыз. Зарядка өлгенше дейін түсіреміз бәрін до конца кәм. Мощно. И покажем вам. Результат ең соңғы видеода вас шокирует. Надеюсь. Ас болсын, брат. Блять, нахуй после музыка жиотсын. Вообще музыка подобрать етіп білмеймін ғой мен мына кезде. Еба. Зарядка сіздікі ма? Бізде Зарядка сіздікі ма? Еба, зарядка салып кеттің бе еще. Личное время, достар. И ең алдымен тексерместен бұрын осы Nokia-ны қарап шығайық. Камерасын ашамыз міне. Камерасы, нашар емес, мықты. GoPro отдыхать в сторонке, братья. Ең алдымен суретке түсіп қарайық осы камераның көмегімен. Слишком долгая загрузка, короче. Көріп тұрсыз ба, көрмей тұрсыз ба, білмеймін. Міне мына жерде тұрады экранда суреті. Негізі нормально түсіреді фото. Слишком долгая загрузка, короче. Көріп тұрсыз ба, көрмей тұрсыз ба, білмеймін. Міне мына жерде тұрады нормально качество. Экранда суреті. Мына жақта еще зум бар. Окей, ол бізге не важно, бізге главное видео керек. Так что мына осы шеткі кнопкасын басамыз да, сол видео түсіріп бастаймыз. Енді қараңдар қалай эксперимент біз шыққан. Ал пока. Ең алдымен осы локацияны таңдайын деп тұрып біз енді осы жер енді атмосфераны қараңыз қандай күшті.
Сразу камераны қосып, сразу түсіріп бастау керекпіз. Так. В смысле? Ева. Блин. Қазір. Телефон өліп қалады. Телефон өліп қалады ғой, бля, 1-2 сағат, 3-4 сағат жүргеннен кейін барып телефон өліп қалады, видео түсіріп басып отқанда. Честно. Мобилография ол кезде біз шығардық па идея бар, ол мобилография шықпай жатып, біз мобилограф болдық қой конкретно. Nokia мен мобилограф болдық қой. Честно. Здесь не видно. Ну, мы попытаемся. Ну, пошли. Раз, два, қайттан бастаймын. Түсіріп отыр ма? Камера on. Continue. Ай, бля. Сука. Достар, көріне ма, білмеймін. Батарекс өліп жатыр мынаны. Бля. Достар, онда бір күннен кейін кейс. Сол кезде аяқтап тастасам да видеода. Давайте, достар, пока-пока чайды. Теміз онда. Ладно, достар, біз сіз үшін енді осы камера үшін, телефон үшін келдік. Мына телефон түсіргісі келмейді, өйткені аз несі, зарядкасы. Так что, пока что біз мияқтауында қыдыра тұрамыз. Ертеңге кездескенше, ал давайте. Достар, мынау уже екінші күн. Кеше жаман жын келіп кеттік, кәдімгі бар ғой, босқан. Футболкаң адал екенсің бауырым. Жүрдік. Қазір де мен де солай футболкамен аудадым ғой. Сары футболкамен неше рет түсіріп салдым уже мен. Жақтан. И бүгін таңерте тұрдым, оның зарядкасын тауып алдым. Дакатсыз зарядтадым, и қазір түсіреміз. Давай, түсіре беремін мен. Дәм көрінбей тұр қазір, ештеңе көрінбейді. Достар, егер қаласаңдар, осы телефонға обзор жасаймыз біз. Что за фигня? Бля, нахуй обзор керек емес. Ладно, түсірейік. Просто игнори бержада. Ладно, түсірейік. Я, достар, сыртынан қарағанда бір тупойский адамға ұқсаймын. Хотя, онсыз да тупоймын ғой мен де. Ешқашан да осы. Ты, блядь, издеваешься? Түсірмей-ақ қойыңдар енді. Сендер совет. Ешқашан да осы. Адамдар сендер ауру деп ойлайды. Қойш, бля. Ауру деп ойлаймын, а қойш, нахуй, бля. Сен уже бұрыннан да іліп сатын ауру екен деп. Ладно, кеттік, ұлан сені түсірем. Бергін, жақта тұр. Базарға барып ерінбей, еба. Қайта жоқ, ладно, мына кезде кроссовка алайын деп отты, бір киім алайын деп отты, сол кезде пайдаланып сол моментте видео түсіргенбіз ол Nokia-мен. Nokia-ның iPhone-ын түсіріп отыр. Так, достар, обстановка по кайфу. Қасында Диас. И қазір осы жерде обстановка по кайфу. Қасында Диас. И қазір осы жерде түсіріп бастаймыз да. Айфон, если что, же айфон. Ну да, бар, арзан телефон. Никогда завод етпеңдер на ютубе. Диас деген. Осындай телефондардан бастай беріңдер. Видите, прессика. Совет беріп отыр малолетние щеглы. Кәдімгі жынды камераға көшіп, iPhone 20 ме, қайдағы 20, iPhone 11 алып қызық керек емес. Осындай телефоннан да бастай беруге болады. Басында мен деген Қытай жаман аны телефоннан бастадым. Кеттік қарайық видеоны қалай шықты. Көрек қалай түсірдім, қалай не қылдым. Әдемі, бля, стильно ғой, кайф қой, еба. Бұрынғы кез сияқты как будто. Әдемі түсірдім мен, по идее. Так. Ну, енді видео монтаж ол кезде мен әдемі түсірем. Хоть и тупой болсам да, андай сөйлеп білмесем де дұрыс.
Салам, жаман емес деп ойлаймын мен енді. Бірақ негізі лучше ақша жинап бір новый сотка алған жақсы. Қазір 21-ші ғасыр, қазір осы соткамен видео түсіріп жатқанын көрсе, адамдар күледі енді. Ну, достар, осылай біздің экспериментіміз осылай шықты. Сендерге Ал күлмесеші ал адамдар. Ал қолдап маған телефон алып берсеші ал. Не алып түсесің бауырым? маған шығар осы видео. Сендермен болған мен, Нұрболат, және де менің достарым. Олардың инстаграмдары астында болады. Қалдырып кетті ма? Дұрыс қалдырып кетті. Бержанның инстаграмы, Бержанның каналы, Ұланның инстаграмы, Жастың инстаграмы. Ссылка описанияда. Так что давайте. Сендермен болған мен, Нұрболат. Пока-пока. Давай. Достар, қалай сендер не ойлайсыңдар жалпы? Ну, маған ұнады жалпы. Мен ол кезде амбициозный болдым ғой. Хотел много чего. И сол, короче, сол қарап болдым, реакция сондай болды енді әбетпеңдер. Пока-пока, чау, сендермен болған мен Нұрболат. Канал тіркеліңдер, лайк басса.